Фактчекер сөздігін халық қалай түсінеді? Біз бүгін қала тұрғындарынан бот сөзін сұрап көрмекпіз. Бот деген термин не мағына білдіретінін білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Әлеуметтік желілерде, қарапайым өмірде жиі қолданасыз ба бот деген? Бот, Telegram сонда қолданамын. Бот деген термин қандай мағына білдіретінін білесіз бе? Жоқ. Қарапайым өмірде жиі қолданасыз ба? Әлеуметтік желілерде, Еговта деген сияқты. Жоқ, қолданбаймын. Бот дегеніміз не? Бот дегенде жалпы өзім түсінемін, бірақ түсіндіру қиындау кішкене. Өзіңіз естіп пе едіңіз бұрында бот деген? Бот деген сөздерді естимін. Қай жерлерде көп қолданылады деп ойлайсыз өзіңіз? Бот деген көбінесе ойындарда да қолданады, мысалы. Ойындар сондай сияқты, информационный жағынан қолданады. Әлеуметтік желілердегі бот. В Инстаграме имеете в виду? Сондай ақпараттыққа байланысты, медиа сауатқа байланысты. Ну, не знаю, как они влияют на людей. Смотря, что они там пропагандируют, что рекламируют. Ну, я тоже замечал в Инстаграме, там боты такие однотипные комментарии пишут. Ну, в целом, для меня никакого вреда не было. Сондай бот деген естіп пе едіңіз жалпы? Я естідім. Қандай қызмет атқаратынын не істейтінін білесіз бе? Я көмек көрсетеді, Telegram бот арқылы болады, жаңа Viber бот дегендер болады. Ақпарат көруге болады сол бот арқылы. Сонның боттары болады. Өлең тыңдауға болады бот арқылы. Әлеуметтік желіде пікір қалдыратын боттар туралы. Оны білмедім. Бот деген терминнің қандай мағына білдіретінін білесіз бе? Бот деген, мен Telegram боттарды көп пайдаланамын. Яғни бір запрос берген кезде автоматты түрде адамның көмегінсіз жауап беретін программа. Қарапайым өмірде Телеграмнан басқа боттар қолданбайсыз, иә? Бот деген көбінесе Телеграмнан естимін, бірақ Еговта да бар ма? Еговта көп қолданамын, бірақ білмейді екенмін. Бот әдетте интернетте автоматтандырылған әрекеттерді орындайтын компьютерлік бағдарлама. Боттардың пайдалысы да, зияны да бар. Іздеу боттары іздеу жүйесінде шығу үшін жаңа қосылған деректерді іздейді. Кейбір боттар вирус пен спам таратып, сайттарда комментарий жазады. Журналистер Орталық Азияда бот фермалары бар екендігін анықтаған. Фактчек.кз сайтының журналистері Қазақстандағы нұрботтарды әшкерелеген зерттеу мақаласын сайтымыздан оқи аласыздар. Арнамызға тіркеліп пікір қалдырыңыз. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.